Мне тоже. Никакие не показал. Күшің көп па не? Күшің көп па? Күшің көп па, бауырым? Күштерің көп па сендердің? Я все снял. Кеттік тіл қазақ Я тілі. екі тіл бар досым. Енді қайда? Екінші тіл қайда? Екі тіл бар. Екінші тіл қайда? Мен қайда білейін? Қазақ тілі қайда? Маған сұрама, ана жерде жаздың, кім жазады? Қазақсың ба, қазақ болсаң сөйле досым қазақша. 500 жылдық тарихы бар қазақ саған мазақ па? Өз тіліңді ешқашанда өзге тілге қаратпа. Мазақтасаң мүңгірлеген мәңгүрттерді мазақта. Ассалаумағалейкум. Мен Еңбекші Қазақ ауданында Аймен деген ауылда жүрмін қазір. Көшелерінің аты Мира екен. Мира деген сөз жоқ қой қазақта. Бейбітшілік шығар. Осыны Аймен ауылының әкімшілігі назарына алатын шығар деген ойымыз бар. Қазір осы ауылдың ішін тексеріп көреміз. Мемлекеттік тілде көрнекті ақпарат бар ма екен, жоқ па екен бұл ауылда. Ассаламу алейкум. Ва рахматуллахи ва баракату. Мен сұрағым бар еді сіздерге. Магазин, дүкен деп тұр ғой. Мемлекеттік тілде бар, ал мына овощи, фрукты неге мемлекеттік тілде жоқ? Это мы просто сделали, чтобы солнце не светило на этот. Жоқ, мемлекеттік тілде ақпарат Я жоқ қой. поняла, да, но мы же это не для этого вешаем, а вот чтобы от солнца загораживать. А вот это же есть, вот дюкин на казахском есть. Это мы загораживаем. Мынаушы, мынау. Бергенші. Что там? Мемлекеттік тілде қайда ақпарат? Это просто я работаю по мусорке, для себя я сделала, то мне приходится. Мынаушы. Что там? Мемлекеттік тілде ақпарат қайда? Нету, мы же недавно открылись, теперь сделаем на мемлекеттік. Қашан жасайсыздар? На днях сделаем. Мемлекеттік тілде сөйлемейсіздер ме? Понимаем, чуть-чуть Қазір разговариваем. көрейінші мен дүкеннің ішіне. Жазу жоқ қой мына ішінде. Мемлекеттік тілде. Можете нас? Пожалуйста. Сіздің атыңыз кім? Атыңыз кім сіздің? Нигара. Мен сіздерге ескертем, бұл заң бұзушылық. Вообще нету. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 75-ші бабы бойынша Мы просто недавно бұл заң бұзушылық. Бұл бойынша айыппұл салынады сіздерге. Мен қазір мұнда полиция шақырсам, сіздерге айыппұл салынады. Түсінесіздер ме? Одан кейін мына көшелеріңіздің аты, Мира екен. Әкім кім бұл жерде, бұл ауылда? Аким этот, как его зовут? Асыл. Сол асыл деген әкімге айтыңыз. Ана Мира деген болмайды, бейбітшілік деп аталу. Ну так Акиму, это же я не решаю такие вопросы. Жоқ, сіздер А здесь көресіздер мы ғой. только открылись, месяц мы работаем. Мен Вот Алматыдан только кеп тұрмын, Алматыдан. Мен ауылдарды қарап жүрмін қазір. Мы только месяц открылись, как работаем, еще даже месяца нету. Потихоньку делаем. Теперь я знаю, Қазақстанда қазақ тілі мемлекеттік тіл. Знаю, мой Орыс сын даже тілінің на казахском классе орыс тілінің учится статусы лучше. жоқ бұл мемлекетте. Я знаю. Мы казахских Сол этих үшін қазақ тілін поддерживаем, и сыйлау керек, казахский язык тоже түсінесіздер ме? понимаем. Все ценим. Сіздің атыңыз кім болды? Сіз осында істейсіз ба? Я, да, работаю. Мына кісі Это там мой муж приехал с работы. үндемейді ғой. А сын у меня в казахском классе учится, лучше казахов учится. Поэтому мы Қашан ничего это- орнына На днях келтіресіздер? сделаем. Это я просто- Қанша күн? я в Қанша казахском күн? это Бір күн, работаю. екі күн, үш күн? Не знаю, бір күн не знаю, ну неделю, через неделю. Бір апта ма? Бір апта. Потому что мы только открылись, только товар завожу, не успеваю, езжу. Это. Сейчас чуть время будет, сделаем. Это я Рахмет. просто работаю, с казахами тоже работаю. Енді Мусор. болу керек қой, Вывоз мемлекеттік мусора. тілде Нет, болу это керек я қой. просто для себя, потому что я целый день здесь нахожусь же. Ко мне люди приходят, по мусору договор составляют, мы мусор забираем. Сосын мемлекеттік тілді үйрену керек кішкене. Ну, мемлекеттік язык так. Мұнда қазақтар тұра ма мына ауылда? Да. Тұрмай ма? Да, сейчас. Қалай сөйлесесіздер олармен? Думаешь, что немец, что они говорят? Объясняем, понимаем? Олар түсінбейді ғой. Нет. Всё ты- Ну, мен Есть мысалға даже казахи, түсінбеймін. которые с нами на турецком, а лучше нас разговаривают. Жарайды, рахмет. Все через неделю сделаем. Жақсы. Ассаламағалейкум, бола ма сіздер? Мұнда мен келіп тұрмын да сіздерге. Тұтынушы ретінде кіммен сөйлессем болады? Сатушы кім? Сатушы. Сатушы кім? Сатушы. Неге мемлекеттік тілде ақпарат жоқ сіздерде мұнда? Не жоқ? Жем сатып атсыздар ма мұнда?
Иә? Ақпарат, көрнекті ақпарат мемлекеттік тілде болу керек қой. Ақпарат деген не? Ақпарат деген кімсің міне, ол? Алдына мен Қазақстан Республикасының азаматы, атым Асыл болады мен. Мемлекеттік тілде ақпарат болу керек. Міне, мына жазулардың бәрі қазақша болу керек. Сіздер заң бұзып тұрсыздар. Міне көрдіңіздер ме? Мына жазу. Мына жазулар. Мемлекеттік тілде болу керек. Мемлекет тілге болу керек. Мемлекеттік тілде. Қашан? Мемлекеттік тілде Біз жасайсыздар. қоймаймыз ғой. Біз адамдар әкеледі қояды. Оларға ескертпейсіздер ме? Мемлекеттік тілде болу керек деп. Мына әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 75-ші бабы бойынша мынау маған рұқсат керек емес. Тәте, Не, вы пришли, рұқсат маған мемлекеттік ақпарат. Вы пришли и просто так снимаете. Вы Әрине, гражданское лицо? Әрине. Не, вы гражданское Мен сізден лицо? сұрап тұрмын ғой. Сіз мемлекеттік тілде сөйлесе аласыз ба менімен? Мемлекеттік тілде сөйлесе аласыз ба менімен? Есть у тебя, сфотографируй номер. Сейчас в Акимат позвоним. Давайте. Что? В Акимат Мемлекеттік тілде менімен сөйлесе аласыз ба? Зам Акимат Я не позвонил. керек саған. Айтшы. Мына ақпараттар мемлекеттік тілде болу керек. Біз Сенде Қазақстан вообще амал бар ма жоқ па? мен Адамдар әкеледі қояды, мен не істейін? айтпайсыз ба? Мемлекеттік тілде болу керек. Мен Не мысалға айтам? түсінбеймін. Орысқа айтам ба? Айтыңыз. Мына адамға айтам ба? Айтыңыз, не болды? Айтыңыз. Бұл кісі заңды сыйламай ма не? Айтыңыз. Айтайын? Не деп Обязательно айтайын? қою керек па? Молодой Міндетті түрде. человек. Міндетті түрде. У вас разрешение. Досым, бара берші, а? Мен сізге айтып тұрмын, маған рұқсат керек емес. Менімен мемлекеттік тілде У сөйлесіңіз. вас есть документы? Покажите. Сіз что вы көрсетіңіз имеете маған право на құжаттарыңызды. Мен съемки. сізге көрсетпеймін. Я сейчас позвоню в Акимат. Звондаңыз. Я мне Кульянчу сейчас позвоню. Зам Акима. Не надо никому звонить. Не, ну, Сіздің атыңыз кім болады? без разрешения. Атыңыз кім болады? Какой разница съемка. саған, досым? Айтшы маған. Не, какой разница? Мынау заң бұзушылық. Заң бұзушылық. Иә. Орыс тілі бар, қазақ тілі бар. Қазақ тілі жоқ қой, жоқ қой қазақ тілі. Дұрыс па енді? Дұрыс па? Жоқ қой енді, қазақ тілі жоқ қой. Орыс тілі бар ғой. Бар. Бар ма? Бар. Що не үшін? Қазақ тілі қайда? Кел. Қайда қазақ тілі? Кел. Кел мына жерге. Қайда қазақ тілі? Иә. Міне Акимат жазды. Не деп Міне. Міне жазды Акимат. Келді. Ертең мынау болады. Не үшін сен? Келдің. Не үшін келдің? Мен сізге айтып тұрмын, сіз заңды бұзып тұрсыз. Түсініп тұрсыз ба сіз? Досым. Әлде түсінбей тұрсыз ба? Досым. Иә. Баш. Баршы? Мен мұнда қазір полиция шақырамын. Или менімен дұрыстап сөйлесің. Шақыр, не керек саған? Бауырым мені түсірмекші болды ғой. Ни документы никакие не показал. Вы Күшің көп па не? Күшің көп па? Күшің көп па, бауырым? Күштерің көп па сендердің? Түсір. Мынау заң бұзушылық, мен сіздерге айтып тұрмын. Болды. Мен сіздерге ескертіп тұрмын. У тебя Рустам. Бара берші деп сөйлемеңіз маған. Мен сізге ескертіп тұрмын. Рустам Алиева нет телефона? Кого? Рустам Алиев. 2 килограмма, да? 5. Мына кісі кім болады? Да я учительница вообще. Не, қолыңды сермеме маған. Мыналардың ешқайсысы мемлекеттік тілде сөйлемей Своим ғой. делом занимайся. Ты своим делом Бауырым, занимайся. Человек, документы свои покажи. мемлекеттік тілде сөйлеңізші маған, мемлекеттік тілде. Документы Мен сізді түсінбеймін. Мен сізді түсінбеймін. Қазақша сөйлей аласыз ба? Қазақша сөйлей алмадым? Так, что? Ол білмейді. Саған не керек досым, айт маған. Мынаның бәрі заң бұзушылық деп мен сіздерге ескертіп тұрмын. Түсінесіз ба сіз? Түсінбейсіз ба? Адам келді, объявление Қазақшасы болу керек деп айтуыңыз керексіз. Сіз осы жердің иесісіз ба? Не айтым, бәрі Сіз осы жердің иесісіз ба? айтайын ба? Айтыңыз, әрине. Жүріңіз. Мына объявление Акиматты кел. Жүріңіз, көрсін. Кім қойды бұны? Қай әкімшілік қойды? Қай әкімшілік қойды? Айтыңызшы маған. Біздің Акимат қойды. Ауылдық әкімшілік па? Ауылдық әкімшілік? Ветеринар Жүріңіз, көрсетсеңізші. Міне Аймен ауылының ветеринары қойған жазу мемлекеттік тілде жоқ. Бұл ұлттық алауыздық емес, бұл заң бұзушылық. Түсінесіз ба сіз? Сіздер заң бұзып жатсыздар, заң. Қазақстанда конституция бойынша мемлекеттік тіл қазақ тілі. Екі тіл бар досым. Енді қайда екінші тіл қайда? Екінші тіл қайда? Мен қайда білейін? Қазақ тілі қайда? Маған сұрама, ана жерде жаздың, кім жазады, ол да сұра. Маған неге сұрайсың? Иә, аха. Жоқ, енді мынаның бәрін сіз жаздыңыз, мынаны сіз жаздыңыз ба? Мен жаздым, иә. Неге қазақшасы жоқ? Қазақшасы неге жоқ? Потому что қазақшасы мына түсінбейді. Мен түсінбеймін мынаны.
Саған керек жоқ, ана Маған жұмыста. анау керек мысалға, неге мен түсінбеймін оны? А? Неге мен түсінбеймін ананы? Несі? Жазуларды мына. Ол сенің проблемасы бұл. Қалай менің проблемам? Мен Қазақстанда тұрамын ғой, дұрыс па? Мен тоже Қазақстанда тұрмын. Енді қазақша жазбайсыздар ма? Досым, баршы, а. Қалай баршы? Уақытым жоқ. Сен менің уақытым ұстайсың. Жоқ, маған понимаешь? сұрақтарыма жауап бермейсіз бе? А, Сұрақтарыма жауап бермейсіз бе? не понял.